Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз арифметикалық прогрессияға байланысты есептер шығаратын боламыз. Осы видеоның алдында біз арифметикалық прогрессияға байланысты теорияны өткен болатынбыз. Соны қазір практикада қолданамыз. Ал кеттік. Бірінші есеп арифметикалық прогрессияда А1 2-ге тең, айырма 5-ге тең болса, онда А9 мүшесін табыңыз дейді. Бізде формуласын көрейік. А9-ның формуласын жазатын болсақ, бізде АН-ның формуласын жазайық. Бірінші АН тең болады А1 қосылған n азайтылған 1 және де көбейтілген d. Енді орнына қоятын болсақ, А9 деген бұл бізде АН. Сол кезде А1-дің орнына 2-ні қоямыз, қосылған n-нен 1-ді азайтамыз. Яғни 9-дан 1-ді азайтсақ, ол 8 болады. Және де оны d-ға көбейту көреміз. 5-ге көбейтесіздер. 8-ді 5-ге көбейтсек 40, 40-ды 2-ге қоссақ 42. Сонда жауабы бұның А9 мүшесі 42-ге тең екен. Әрмен қарай екінші есеп. Арифметикалық прогрессияда А1 7-ге, айырма 3-ге тең болса, онда А24 мүшесі табыңыз. Жаңағыдай формула бізде. Мына формуланы пайдаланасыздар. А24 тең болады А1 қосылған 23-ді деп жаза салсаңыздар болады. Сонда А24-ті табу үшін А1 бізде 7-ге тең. Оны қосу керексіздер. 23-ті көбейтесіздер 3-ге, себебі айырма бізде 3-ге тең. Мынау бізде 69 болады. 69-ға 7-ні қоссаңыздар 76 болады. Сонда бізде 24 мүшесі 76-ға тең болады екен. Үшінші есеп арифметикалық прогрессияның 6-шы мүшесін табыңыз дейді. Бізде кезектен кезек сандар тізбегі берілген. 18, 15 әрмен қарай сандар. Көп нүкте деген әрмен қарай сандар жалғасып жатыр дегенді білдіреді. Енді бірінші тұрған сан ол бізде бірінші мүше болады деп айтты ғалымдар. Ол бізде 18-ге тең. Екінші мүше бізде 15-ге тең екен. Осы жерде бізде арифметик прогрессияның 6-шы мүшесі табу, яғни А6-ны іздеп жатырмыз. Бұл жерде не жоқ бізде? Бұл жерде бізде айырымы де жоқ. Енді айырымын табу үшін біз алдында айттық, ең оңайы біздер айырымды табу үшін алдыңғы мүшеден кейінгі мүшені азайтамыз. А2-ден А1-ді азайтсаңыздар болады. Сонда біздер d-ны табу үшін 15-тен азайтамыз 18-ді. Сонда бізде бұлында минус 3 болады. Яғни айырымы минус 3-ге тең. Енді А6-ны табу үшін формуласын жазайық. А6 тең болады А1 қосылған 5-ді. Енді А6 деген сөз сонда А1 бізде 18-ге тең. 5 көбейтілген d бізде минус 3-ге тең. Минус 3-ті жақшаның ішіне аламыз. 5 пен минус 3-ті көбейтсеңіздер минус 15. Сонда 18 минус 15 тең болады 3-ге. Сонда А6-шы мүшесі прогрессияның 3-ге тең екен. Әрмен қарай төртінші есеп. Арифметикалық прогрессияның 17-ші мүшесін табыңыз дейді. Дәл осындай есеп. А1-ші мүше бізде минус 63-ге тең. А2-ші мүше бізде минус 58-ге тең. Бұл жерде бізде d жоқ, және де 17-ші мүшесі жоқ. А17 жоқ бізде. d-ны табу үшін А2-ден А1-ді азайтамын. d тең болады сонда минус 58 азайту, тағы жақшаның ішіне минус 63. Сол кезде осында бір ерекшелік бар. Мына жақшаның ішінде минус тұр, және жақшаның сыртында да минус тұр. Бұл екі минус бізде көбейтіліп кетеді. Екеуін көбейтсеңдер минус 58 плюс 63 деп өзгеріп кетеді. Плюс 63. Бұл жерде таңбалар әртүрлі, сандарды әртүрлі азайтылады. Азайту амалы орындалады. 63-тен 58 азайтсаңыздар 5 болады, және де бұл жерден қай сан үлкен, яғни 63 үлкен, соның таңбасы қояды. Соның үшін бұл плюс 5, яғни таңбасы 10 болады. Айырма 5-ге тең болды. Енді бізге 17-ші мүшені табу керек. 17-ші мүше тең болады А1 қосылған 16-ды. А1-дің орнында А17 тең болады. А1 бізде минус 63-ге тең, қосылған 16 көбейтілген 5. 16-ны 5-ге өтсеңіздер бізде 80 шығады. Минус 63 плюс 80. Сонда бұл бізде жаңағыдай таңбалар әртүрлі азайту амалы орындалады. 17 болады жауабы. Және қай сан үлкен? 80 үлкен. Соның таңбасы қояды, яғни осы таңбада қала береді. Таңбасы 10. Сонда А17-ші мүше, сонда 17-ге тең екен. Әрмен қарай. 5-ші есеп. Арифметикалық прогрессияда А1 7-ге, А16 67-ге тең болса, айырымын табыңыз дейді. Бұнда біздер d-ны табу керекпіз. d нешеге тең екен? d-ның басқа да формулалары бар. Және де алдыңғы мүшеден кейінгі мүшені азайтушы едік. Енді бұл жерде бірінен кейін бірін сандар берілмеген. Әртүрлі сандар берілді. Оның алдында теория сабағында айтып кеттік. d-ны табу үшін біздер n-нен азайтамыз k-ны, және де n-нен k-ны азайтамыз деген осы формулаға саламыз. Сонда біздер d тең болады. n деген бізде 16. Сонда біз былай жазып көрейік. Түсінікті болса, A16 азайтылған A1, 16 азайтылған
1 деген формулаға саламыз. Тең болады. Жалғастыра берейін. А16 бізде 67-ге тең, А1 7-ге тең. 16-тан 1-ді азайтсақ, ол 15. Сонда 67-тен 7-ні азайтсақ 60, 60-ты 15-ге бөлсек, жауабы 4, яғни айырымы 4-ке тең екен. Есеп шықты. 6-шы есеп. Арифметикалық прогрессияда А1 2-ге, А20 97-ге тең болса, онда айырымын табамыз. Тура жаңағыдай формула D тең болады. N-нан азайтамын AK-ны, N-нан K-ны азайтамын. Біздің есеп бойынша D тең болады. А20-дан азайтамын А1-ді, және 20-дан 1-ді азайтамын. Формулаға салатын болсақ, тең болады. 97 азайтылған 2, азайту 2, және де 20-дан азайтамын 1-ді. Бізде 20-дан 1-ді азайтсақ 19, 95 болады. 95-ті 19-ға бөлсек 5 болады. Сонда бұның айырымы 5-ке тең екен. Д тең болады 5-ке. 7-ші есеп. Арифметикалық прогрессияда А12 18-ге, Д айырымы 3-ке тең болса, бірінші мүшесін табыңыз дейді. Бірінші мүшені табу керек. Қалай табамыз? Жаңағыдай есеп, жаңағы формуланы пайдаланып, бірақ басқаша шығарсаңыздар болады. Жаңа D тең болады. N азайтылған AK, N азайтылған K формуласын пайдалансаңыздар болады. Енді көрек бізде орнына қойық. D бізде бар, 3-ке тең. N азайтылған K 12-ден 1-ді азайтамын. Ол бізде 11 болады. 38-ден азайтамын A1-ді. Енді бұл жерде A1-ді табу үшін мына бөлшектің бөлімін тең боладындағы санға көбейтіп жібересіздер. Яғни 11-ді 3-ке көбейтсеңіздер 33 тең болады. 38 азайтылған А1. Бұл жерде теңдеу кәдімгідей А1-ді мына жаққа көшіріп жібереміз. Плюс А1 болып кетеді, себебі мына минусты плюсқа айналдыру үшін мына жаққа көшіреміз. Ал 33-ті керісінше мына жаққа көшіреміз. 38 бірақ өзінің орнында тұра береді. 38 азайту 33 болып барады. Сонда А1 нешеге тең болады екен? А1 бізде 5-ке тең болады екен. Табылды. 8-ші есеп. Арифметикалық прогрессияда бізде 35-ші мүше 48-ге тең, айырымы 1,5-ке тең болса, онда бірінші мүшесін табыңыз. Алдыңғы формуланы қолданамыз. D тең болады. N-нан азайтамыз AK-ны, және N-нан K-ны азайтамыз. Біздің есеп бойынша D бізде 1,5-ке тең. Ал N азайтылу K 35-тен 1-ді азайтамыз. Сонда бізде 34 болады. Одан кейін 48-ден азайту керек біз A1. A бізде ол белгісіз. Сонда 34-ті 1,5-ке көбейтіп жібереміз. Ол бізде 51 шығады, тең болады. 48 азайту A1. Сонда не болады? Бұл жерден 48 өзінің орнында қала береді. Минус A1-ді бері жаққа плюс A1 болып көшіреміз. То есть 10 таңбалы болады. 51-ді жаққа минус 51 деп көшіреміз. Сол кезде A1 бізде минус 3-ке тең болады. А1 бізде минус 3-тен басталады екен. Арифметикалық прогрессиямыз минус 3-тен. Бұл бізде 8-ші есеп болды. Әрі қарай 9-шы есеп. Егер 6 23-ке А11 48-ге тең болса, арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз дейді. Бұлда да жаңағыдай жаңа формуланы пайдалансақ болады. D тең болады. N азайтылған AK, N азайтылған K. Бұдан біз нені табамыз? Айырым табамыз. Айырым тапқаннан кейін бірінші мүшені табу жеңілдік болады. Осы формуланы қазір біз 2 рет қолданамыз. D тең болады. Сол кезде 48-ден азайтамыз 23-ті, және де 11-ден азайтамыз 6-ны. N азайту K ол реттілігі. Яғни 11-ші мүшеден 6-ші мүшені азайтамыз. 48-ден 23-ті азайтсақ 25, 11-ден 6-ны азайтсақ 5, 25-ті 5-ке өсек ол 5. Яғни айырымы 5-ке тең екен. Тура осы формуланы бірақ А1-ге қолданамыз. Кез келген таңдап алсақ болады, А6-ны немесе А11-ді. А6-ны пайдаланайық. А6 азайтылған А1, 6 азайтылған 1. Соны орнына қоямыз. D бізде табылып тұр. D бізде 5-ке тең. 6-ны азайтсақ 1-де ол 5-ке тең. 6-шы мүше 23-ке тең. А1 бізде белгісіз. Осыны шешейік. 5-ті 5-ке көбейтіп жібереміз. Жаңа алдыңғы есептегідей 25 болады. Тең болады. Кешіріңіздер. 25 тең болады. 25 тең болады. 23 азайтылған А1. А1 минус болғандықтан тең болған бер жағына көшіріп жібереміз. Яғни таңбасы өзгереді. А1-дің 23 өзінің орнында қала берді. 25 бер жаққа көшкен кезде минус 25 болып көшеді. Сол кезде А1-лерін сіздердің минус 2-ке тең. Яғни мына формуланы біз 2 рет пайдаландық. Ол кезде А11-де де пайдаланып кетсеңіздер болады, бірақ қайсысы ыңғайлы өздеріңіз шешесіздер. 10-шы есеп. Егер 21-ші мүше минус 10-ға, 22-ші мүше минус 6-ға тең болса, арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз. Тура жаңағыдай
d тең болады n азайтылған ак, n азайтылған k. d-ны табу үшін d тең болады минус 6-дан азайтамын минус 10-ды, таңбасына мән беріңіздер, жақшаға аласыздар. Және астыда 22 азайту 21. 22-ден 21-ден азайтсыздар 1 болады. Сонда біздің жауабымыз 22-ден 21-ді азайтсақ 1, минус 6. Мына жерде минуспен жақшаның ішіндегі минус ол бізге көбейтіліп кетеді, ол плюске айналып кетеді. Сонда плюс 10. Азайту амалы орындалады. Минус 6 плюс 10 бізде 4-ті береді, себебі үлкен сан 10, соның таңбасы қойылады. Астында 1, ол бізде ешнені білдірмесе де жауабы 4 болады. D табылды. Тағы да осы формуланы біздер A1-ге қолданамыз. n азайтылған ак, n азайтылған k. Бұны біз пайдалану үшін D тең болады. Кез келген пайдаланып, 22-ні пайдалансақ болады, 21-ші мүшені де пайдалансақ болады. Біз 22-ші мүшені пайдалансақ, минус 6, минус A1. Және де бұл жерден 22 азайтылған 1. Себебі бірінші мүшемен 22-ші мүшені азайтып жатырмыз. 22-ден 1-ді азайтсақ 21, минус 6, минус A1. Бұл жерде біз d-ны жазуымыз керек, d-ны жазайық, d бізде 4-ке тең болады. 21, минус 6, минус A1. Сол кезде 21 мен 4-ті көбейтсеңіздер 84 болады, тең болады, минус 6, минус A1. Минус A1 бер жаққа көшеді, A1 болып кетеді, тең болады, минус 6 өзіне орында қалады. Мынау 84, минус 84 болады. Сонда A бірінші мүше бізде 90-ға тең, минус 90-ға тең. Минус 90-нан басталатын арифметик прогрессиямыз. Бұл 10-ші есеп болды. 11-ші есеп арифметик прогрессияда 6-шы мүше 23-ке, 11-ші мүше 48-ге тең болса, онда A12-ші мүшені табыңыз, яғни 12-ші мүшені табыңыз дейді. Бұны шешу үшін жаңағыдай d-ны тағы да қолдансаңыздар болады. d тең болады n азайтылған ак, n азайтылған k. Негізі бұл формуланы басқаша пайдаланады. Негізі жаңағыдай n-ші формуламен пайдаланады, бірақ сәл ұзақтау болып кетеді. Сондықтан осы жеңіл. d-ны табу үшін үлкен мүшеден, яғни A11-ші мүше бізде 48-ден азайтамын 23-ті A6-шы мүшені. Және астында 11-ден азайтамын 6-ны. 11-ден 6-ны азайтсам 5, 28-ші мүшті азайтсам 25. Сонда бұның айырмы 5-ке тең екен. Енді A12-ні табу үшін бұл жерде тағы да мына формуланы пайдалану қажет жоқ. Бізде себебі A11 бар. A11 деген қандай сан тұрады? A12-ші мүше тұрады ғой. Сонда A11-ге просто так 5-ті қосып тастасаңыздар болады. Себебі A12-шіні біз былай жазсақ болады ғой. A11 қосылған d деп. Алдыңғы теорияда түсіндіргенбіз, иә. Сол кезде A12-ші мүше бізде 48 қосылған 5-ке. Сонда бізде бұл 53-ке тең екен болды. Есеп шықты. A12-ші мүше бізде 53-ке тең. 12-ші есеп арифметика прогрессияда 5-ші мүше минус 4, 13-ші мүше минус 20 болса, A7-ші мүшені табыңыз дейді. Жаңағыдай формула d тең болады n азайтылған ак. Сіздерге жатталып қалған шығар бұл формула. n азайтылған k. d-ны табу үшін үлкен мүшеден реттілігі бойынша үлкеннен минус 20-дан азайтамын минус 4-ті. Жақшаның ішіне минус 4-ті аласыздар. Таңбасы теріс. Бұл жерден 13-тен азайтамын 5-ті. 13-тен 5-ті азайтсақ 8, ал мына жерде минус 20 плюс 4 болып кетеді. Жақшаның ішіндегі теріс сан таңбамен жақшаның сыртындағы таңба көбейтіліп кетеді, сол плюске айналып кетеді. Сол кезде азайту амалы орындалады, қай сан үлкен, соның таңбасы қояды. Бұл жерде бізде 20 үлкен, сондықтан бұл жерде минус 16 себебі айттым, азайту амалы орындалады деп. Бөлінген 8, сонда бізде d-мыз минус 2-ге тең екен. Айырымы минус 2-ге тең. Енді бұл жерден A7-ші формуланы табу керек біз. A7-ні табу үшін сәл бір қулыққа бар жіберсек болады. Мына A5 бар бізде. A5-ке 2 d-ны қоса салсақ болады. То есть d-ны 2 рет қоссақ болды. Сол кезде A7 тең болады. A5 қосылған 2 d-ны просто 2 көбейтілген d деп салсақ болады екен. Сонда A7 бізде A5-ші мүше минус 4-ке тең қосылған 2 көбейтілген минус 2. Сонда минус 4, плюс 2-ні минус 2-ге көбейтсе минус 4 болады. Екі таңбалары бірдей, сандарды бірдей болса олар қосылып кетеді, 8 болады. Және де олар қандай таңбада еді, сол таңбада қалады. Яғни жауабы минус 8 екен. 13-ші есеп арифметика прогрессияда бірінші мүше 5-ке тең. Одан кейін
d айырымы минус 4-ке болса, алғашқы 9 мүшесінің қосындысы. Уже біз SN-ге кеттік. SN-нің формуласы қалай еді? Біз алда қорытып шығарған едік қой. 2a1 қосылған n азайтылған 1 көбейтілген d бөлінген 2 көбейтілген n. Осы формуланы қорытып шығардық. Енді осыған жай қоя саласыздар. Біздер неше мүшесінің қосындысы? 9 мүшесінің қосындысын тап дейді. Сол кезде біз орда қойық. 2 көбейтілген a1 нешеге тең? Ол бізде 5-ге тең. Қосылған n азайтылған. n бізде мына 9-ды орында тұр. Көрдіңіздер ме? Міне n тұр, міне 9 тұр. Яғни 9 азайту 1 ол 8d. d бізде минус 4-ке тең. Минус 4-ке көбейтем. Осыны 2-ге бөлем және n-ға көбейтем. n бізде нешеге тең дедік? n бізде 9-ға тең. Тең болады. 2-ні 5-ке өтсек 10, плюс 8-ді минус 4-ке өтсеңдер, минус 32, және де оны 2-ке бөлу керексіздер, және 9-ға көбейту керексіздер. 10-нан 32-ні азайтсаңыздар, минус 22 болады. Минус 22-ні 2-ке бөлсеңіздер, минус 11 болады. Минус 11-ді 9-ға өтсеңіздер, жауабы минус 99 болады. Яғни бұл нені білдіріп тұр? Яғни сіздер мана арифметик прогрессия тізбегі беріледі. A2, A3, A4 сөйтіп келеді. A9-ға дейінгі мүшелер беріледі. Осы мүшелер барлығын қосқан кезде неше шығады дейді. Сонда біздегі есепте минус 99 шығады. Әрбір мүшені қосып шықса. 14-ші есеп. Арифметика прогрессияда бірінші мүше 6-ға тең, 10-ші мүше 33-ке тең екені белгілі. Осы прогрессияның алғашқы 15 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Енді жаңа формулаға салатын болсақ, бізде қараңыздар, мына жерге сәл төмен қарай жазайық, себебі қазір біз бір носы бар. SN бізде 2a1 қосылған n азайтылған 1 көбейтілген d және де бөлінген 2 көбейтілген n. Енді осы жерден бізге не жетпей тұр? Бұл жерден бізде d жетіспей тұр. Ал d-ны біздер мына формуламен табамыз. d тең болады n азайтылған ak, n азайтылған k. Манағы формула. Ал одан кейін барып беймарал манағы d-ны алып өзінің орнына қойып есепті шығара бересіздер. Осы жерден d-ны тауып кетейік. d тең болады бізде n 10-шы мүше, азайтылған a 1-ші мүше және де 10 азайтылған 1. Орнына қоятын болсақ, бізде d тең болады a 10-шы мүше 33-ке тең, a 1-ші мүше 6-ға тең, және де 10-нан 1-ді азайтамын. Ол бізде 33-тен 6-ны азайтсақ 27, 10-нан 1-ді азайтсақ 9, 27-ні 9-ға бөлсек 3 шығады. Айырымы бізде 3-ке тең екен. Енді формулаға асықпай қоя беремін. S 15 мүшесінің қосындысын тап деді. Сондықтан n-нің орнына 15-ті қоямын. 2 көбейтілген a1. a1 бізде 6-ға тең. Қосылған n азайту 1. n бізде 15-ке тең болса, 1-ден азайтамыз 14 және де оны d-ға көбейтеміз. Біз d-ны тауып алдық. Ол 3-ке тең. Бөлеміз 2-ге, көбейтеміз n. n бізде 15-ке тең. Әрмен қарай 2-ні 6-ға өтсек 12, қосылған 14-ті 3-ке өтсек 42, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 15-ке. Енді асықпай бөлшектің алымын қосып алсақ болады. Ол бізде 54-ке тең, 54-ті 2-ке бөлеміз және де 15-ке көбейтеміз. Сол кезде 54-ті 2-ке бөлсеңіздер 27, ал 27-ні 15-ке көбейтсеңіздер 405 деген сан шығады. Бұл бізде жауабы. Яғни манағыдай A1-ші, A2-ші, A3-ші, A4-ші барлығын A15-ке де бір-біріне қоссаңыздар 405 деген жауапты аласыздар. Бұл соны білдіріп тұр. Осымен біздің практикамыз аяқталды. Осы видеоның астына өзінің түсінбей жүрген тақырыбына жазып кетсең болады. Және де осы есептерді, осы тақырыптарды, осы практиканы өзінің сыныптастарына жіберуді ұмытпа. Жақсы, сау болыңыздар.